Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Атап айтсақ, екінші деңгейлі банктердің сыйақы мөлшерін субсидиялау жобалары сомасының ең жоғарғы құны 4,5 миллиард теңгеден 1,5 миллиард теңгеге дейін азайтылатын болды. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің кәсіпкерлікті дамыту комитетінің төрайымы Ғалия Жолдыбаева мәлім етті. Комитет төрайымының айтуынша, бұл бюджеттік шығысты оңтайландыруға, шағын және орта бизнесті дамыту аясын кеңейтуге мол мүмкіндік бермек. Сонымен қатар кәсіпкердің жобасына қосымша экономикалық талдау жүргізу және бағдарламаның жұмыс орнымен келісуді көздейтін жаңа субсидиялау механизмі бекітілген. Айта кетерлігі, кәсіпкерлер үшін сыйақының тіркелген мөлшері 7% болып белгіленді. Бұрын егерде кәсіпкер бірнеше жобасымен келетін болса, қазіргі кезде мына шағын және орта бизнестің көлемін үлкейтудің мақсатында бір қолға бір рет сол қаржылық көмек көрсетілетін болады. Экономикалық талдау сараптама мен талдау жүргізіліп, тағы да бір қорытынды алынатын болады.